Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздер үшін мен сброс жасаймын настройканы. Ол үшін настройкаға кіреміз. Жоғарыда төменге поисктің жанында көріп отырсыз, настройкаға кірдік. Қорқып тұрмын, шын айтсам. Сбросқа кіреміз. Сброс настройка деген ол сіздің безопасностьға, язык, учетный запись барлық сбросыңыз етеді. Бірақ сіздің личный данныйыңыз приложениеңіз орында қалады дейді, көрейік. Сбросить этим. Все настройки будут сброшены до настройки по умолчанию. В основе их будет невозможно. Телефон будет пережен до применения. Қорқып тұрмын, достар. Так. Керегіміз сияқты салған данныйларын бәрін қайтып жазып жүргім келмейді. Бірақ сонда да ол несі қорқыныш дейсіздер, бірақ көшім болса настройкалардың бәрі қалпында келеді, бірақ личный данный, фото, видеоларыңыз орында тұрады дейді. Нелер бар менде? Мына параметр сети мынау болады енді, мынадан үшін Wi-Fi-дің кодтары кетіп қалады, мобильный данный дейді. Мынау да осыны жасаймын, настройка. Осыдан дым болмайды. Так, шрифттері қалпына келеді, клавиатура өзгерттің, неше түрлі настройкалерді, неше түрлісін өзгерттік қой, соның бәрі. Так, сброс параметры так басайын. Но енді болады, настройка керек, сбросить. Сброшено дейді, о, болды. Так, сбросить. Болды, қалпына келді дейді, шрифт бәрі. Келді ма, точно? Келген болып тұр ғой, Samsung-тың өзінің көп тұр ғой енді.